Неліктен Апиен соғыстары осы күнге дейін Қытай халқының есінде? Апиен соғысы Қытай мен Британ империясы арасында болған екі ірі қарулы қақтығыс. Бұл соғыстардың басты себебі Апиен саудасы, экономикалық үстемдік және Қытайдың шетелдік тауарларға шектеу қоюы болды. Бірінші Апиен соғысы 1839 жылы басталды. 18 ғасырдың аяғынан бастап, Британия Қытайға Үндістанда өндірілетін апиенді экспорттай бастады. Апиенға деген тәуелділік Қытай қоғамын әлсіретіп, елдің экономикасына үлкен зиян келтірді. Қытай императоры апиен саудасына тыйым салу мақсатында 1839 жылы Лин Цзисюй есімді шенеунікті Гуанчжоуға жіберіп, апиен партияларын жоюды бұйырды. Лин Цзисюй 20 мыңнан астам жәшік апиенді тәркілеп, теңізге тастады. Бұл оқиға Британияның қарсылығын тудырды. Британия Қытайдың шетелдік тауарларға қойған қатаң шектеулерін бұзғысы келді. Британияның әскери теңіз күштері Қытай жағалауларын басып алып, Гуанчжоу мен басқа да порттарды бақылауға алды. Қытай әскері нашар қаруланғандықтан, Британияның әскеріне қарсы тұра алмады. Нәтижесінде 1842 жылы Нанкин келісімі жасалды. Келісім бойынша Қытай Гонконг аралын Британияға берді. Шетелдік сауда үшін 5 ірі порт ашылды. Қытай Британияға үлкен көлемде өтемақы төледі. Британия азаматтарына экстерриториалдылық құқығы берілді. Көп ұзамай ағылшындардың отарлық соғысына американдықтар қосылды. Осылайша, Цин империясы жартылай отар елге айналып, шетелдіктерге тәуелділікке түсті. Екінші Апиен соғысы 1856 жылы басталды. Бірінші соғыстан кейінгі теңсіз шарттарға қарамастан, Қытай шетелдік ықпалға қарсы тұруға тырысты. 1856 жылы Қытай билігі британдық Ероу кемесін тексеріп, оның экипажын тұтқындады. Бұл Британия үшін жаңа соғыс бастауға сылтау болды. Франция миссионерлерге жасалған шабуылды сылтауратып, Британиямен одақтасып, Қытайға қарсы шықты. Шетелдіктерге қарсы халық наразылығы өршіп, елде тайпендер көтерілісі басталды. Британия мен Франция Қытай порттарына шабуыл жасап, Пекинге дейін жетті. 1860 жылы одақтастар Пекинді басып алып, императордың жазғы сарайын тонап, өртеп жіберді. Нәтижесінде 1860 жылы Тяньцин келісімі жасалды. Англия мен Франция Пекинде өздерінің елшілерін ұстауға және өз елдерінің азаматтары Қытайда емін-еркін жүріп тұруына мүмкіндік алады. Янцзы өзені бойында сауда жасайтын болды. Апиен саудасына заңды мәртебе берілді. Саудаға салынатын салық қысқартылды. Қосымша порттар ашылды. Тайпендер көтерілісі Қытайдағы Цин империясына және шетелдік отаршыларға қарсы шаруалар соғысы. Көтерілістің себептері. Бірінші Апиен соғысынан кейінгі экономикалық дағдарыс. Шаруалардың ауыр тұрмысы мен әлеуметтік теңсіздік. Хун Сюцюаньның діни ілімі, ол өзін Құдайдың өкілі деп жариялап, әділеттілік пен теңдікке негізделген жаңа қоғам құруға шақырды. 1851 жылы тайпендер Тайпин Тяньга атты мемлекетті құрды. 1853 жылы Нанкин қаласын басып алды. 1864 жылы Цин әулеті шетелдік державалардың қолдауымен көтерілісті басып, Нанкинді қайтарып алды. Көтерілістің салдары. 20-30 миллион адам қаза тапты, елде аштық пен күйзеліс орын алды. Цин әулетінің беделі әлсіреді. Бұл жаңа көтерілістердің алғышартына әкелді. Айгүн келісім шарты Цин әулетіндегі Қытай мен Ресей империясы арасындағы келісім. Бұл келісім Ресейдің қиыр шығыстағы аумақтық ықпалын айтарлықтай күшейтіп, Қытайдың солтүстік, шығыс бөлігіндегі үлкен территорияларды жоғалтуымен есте қалды. 19 ғасырдың ортасы Қытай үшін қиын кезең болды. Апиен соғыстары Қытайдың ішкі және сыртқы жағдайын әлсіретті. Елде тайпендер көтерілісі сияқты ірі бүліктер болды. Бұл орталық биліктің әлсіреуіне әкелді. Ресей бұл жағдайды пайдаланып, қиыр шығыста өз аумағын кеңейтуге ұмтылды. 1858 жылы Ресей Қытайға дипломатиялық және әскери қысым жасап, Амур өзенінің маңындағы аумақтарды өзіне алуға қол жеткізді. Келісімнің негізгі шарттары. Амур өзенінің солтүстік жағалауы Ресейге өтті. Бұл аймақ Қытайға тиесілі болғанымен, келісімге дейін Ресей оған уақытша бақылау орнатқан. Амур өзенінің оңтүстік жағалауы Қытай мен Ресейдің ортақ меншігі болып жарияланды. Ресей келісім бойынша өз аумағында сауда және көлік еркіндігін алды. Келісімнің нәтижелері. Қытай бұл келісім арқылы шамамен 600 мың шаршы шақырым аумақты Ресейге берді. Бұл аумақ кейінірек толығымен Ресейдің меншігіне өтті.
Ресей қиыр шығыстағы ірі порттарды құруға мүмкіндік алды. Ихетуандер көтерілісі солтүстік Қытайда болған шетелдік державалардың ықпалына қарсы халық қозғалысы. 1899 жылы Шандун провинциясында көтеріліс басталды, кейін бүкіл Қытайға тарады. 1900 жылы көтерілісшілер Пекинді қоршауға алды. Бұл шетелдік елшіліктердің қауіпсіздігін бұзды. 8 мемлекеттің коалициясы әскер жіберіп, көтерілісті басып тастады. Қытай Пекин хаттамасына қол қойып, шетелдік державаларға үлкен репарациялар төлеуге міндеттелді. Бұл көтеріліс Синьхай революциясының алғышарты болды. Синьхай революциясы монархиялық биліктің жойылып, Қытайдың жаңа республикалық дәуірге өтуіне негіз қалады.